1942 жылғы 1 қазан күнгі Дон майданының әскери қимылдар журналында барлық әскери құрамда 303.054 адам болса, соның ішінде 59.604 жылқы болған екен, 182.632 винтовка болған, 1934 станокты пулемет, қол пулеметі 539, танкі 305, орудие 1603 деген екен. Сонда майдан әскерінің құрамындағы 303.054 адамға 182.632 винтовка берсе, 1934 станокты пулеметпен 5.039 қол пулеметі берілген екен. Танк экипажында 4 адам, орудие расчетінде 4 адам, станокты пулеметте 2 адам, расчетінде 2 адам болады деп есептеп келгенімде, менің есебім бойынша жаңағы атап өткен 303.054 жауынгер мен сардардың 103.880-і алдыңғы шепте қарусыз болған екен. Қасіретте осын айтсақ болады, өйткені сол соғыста қарудан көрі адамның саны көп болған екен. Бұл енді Ресей архивтарында қазір кез келген адамға қол жетімді, өйткені 2007 жылы 8 мамыр күні Ресей Федерациясының қорғаныс министрінің 181 бұйрығымен соғыс жылдарынан сыр шертетін құжаттардың құпиялықтары жойылып, жаңағы мен атап өткен ОБД, память народа сайттары арқылы адамдар шығыны қайтарылмас шығындар дейміз, яғни соғыста қаза тапқан, қауарыс кеткен, тұтқында қайтыс болғандар, сол соғыста істі болып сотталғандар және ату жазасына кесілгендер жөнінде мәлімет қазір кез келген адамға қол жетімді. Ал енді қан майданда ерлік көрсетіп, қаһармандық танытқан жауынгерлер мен сардарларды үкіметтік орден мен медальға марапатқа ұсынылған туралы мәліметтер ол подвиг народа сайты арқылы қол жетімді. Жалпы Отан соғысында жау дзотының кеудесімен жапқан 261 адам бар екен Қызыл армия тарапынан. Соның ішінде бір қыз бала. Ал 261 адамның ішінде 7-еуі қазақ жігіт екен. Оларды айтып өтсек қазір Сұлтан Баймағамбетов, Боран Нысанбаев, Таштемір Рүстемов, Жанғазы Молдағалиев, Сүндетқали Есқалиев, Ағеділ Суханбаев, Жұман Қарақұлов және Сабалақ Оразалин. Осының ішінде Сүндетқали Есқалиев өзіміздің жерлесіміз, Шыңғырлау ауданының азаматы. Ал кеудесімен жаудың дзотын жауып Эстония жеріндегі шайқаста аман қалған қазақ жігіті бұл Сабалақ Оразалин, Аягөз, Семей облысы Аягөз ауданының азаматы. Енді сол кездегі соғыс жылдарындағы солақай саясаттың салқыны қазақ ұлдарының да ерлігіне әсер еткен. Мысалы айтып өтсек, 1943 жылы 27 ақпанда Александр Матросов кеудесімен жаудың дзотын жауып, ерлік жасап қаза тауып, кейін Кеңес одағының батыры атағына қаза тапқаннан кейін ұсынылса, сол кездегі бұқаралық ақпарат құралдарында, мерзімді басылымдарда Александр Матросовтың ерлігін дәріптеп, көптеп жазды. Ал шындығына келсек, Александр Матросовтан 21 күн бұрын бұл ерлікті өзіміздің атыраулық Боран Нысанбаев деген атамыз жасаған екен. Яғни қолындағы 2 гранатымен жаудың дзотына секіріп түсіп, 2 гранатын жарып, өзі қаза тапса, 28 фашисті жер жастандырған екен. Бұл енді сол кездегі тарихи ақтаңдақтар әлі де жариялана түседі деген ойдамын. Батыс Қазақстан облысы бойынша Ұлы Отан соғысындағы Кеңес одағының батырлары 41 деп жүрміз. Оның ішінде әрине Ұлы Отан соғысы басталғанға дейін 1940 жылғы 11 наурызда Фин соғысында ерлікпен қаза тапқан капитан Ведяшев Николай біздің оралдық, алайда оған қаза тапқаннан кейін Кеңес одағының батыр атағын берді. Сонымен қоса, сол сұрапыл соғыс жылдары шайқас алаңында ерліктерін көрсетіп, Кеңес одағының батыры, яғни ең жоғарғы үкіметтік марапатқа ұсынылып тұрып, сол марапат түрлі себептермен берілмеген біздің облысымыз бойынша 10 қазақ жігітін анықтаған едім.
солардың фамилияларын оқып шығайын. Дайжанов Сергей Виолинович, Орда ауданынан. Теректілік Дүйсекеев Жақсығали, Ақжайықтық Каракулов Тілепберген, Шыңғырлаулық Күйбешев Мұхтар, Ордалық Мендіғалиев Аманша, Тайпақтық Муксимов Кайне, Тасқалалық Ниязалиев Шәмет, Казталовтық Нұржанов Насекен, Мұқанов Есқали, Тасқалалық Сәлиев Абжай сынды батыс қазақстандықтар Кеңес одағының батыр атағына ұсынылғанмен жоғарғы үкіметтік марапат оларға берілмеген. Алайда олар Қызыл ту орденімен және бірінші дәрежелі отан соғысы ордендерімен марапатталған. Осы жерде мысалы Дайжан Сергей деген атамыз құжатта Сергей болғанмен Ашығали, осы атамыздың қазіргі таңда Құдай қосқан қосағы Сағира әжей осы Орал қаласының іргесінде тұрып жатыр. Ал Дайжанов Сергей атамыздың ерлігін марапат құжатынан оқысақ, көп адам сене бермеуі мүмкін. Алайда оның командирі жазып отыр. Сол кездегі қанмен жазылған құжат десек те артық айтпаған болармыз. Бұл кісі танк экипажының командирі болған және жау, яғни неміс фашист әскерлерінің бронетранспортердегі экипажын танкының алдына салып штабқа айдап алып келген екен. Яғни жаудың техникасын бүтіндей және сол экипажымен. Міне бұл да ерліктің ерлігі. Сонымен қоса, енді Сталинград майданына тоқталып өтпесек тағы болмайды. Батыс Қазақстан облысы Сталинград майданының ең жақын тылым болғаны тарихтан белгілі. 1941 жылы 26 қарашада бас қолбасшы Сталин 0444 бұйрығын жазғанда, осы бұйрықта Батыс Қазақстан облысының Казталовка, Форумынов, Жәнібек, Орда аудандарын Сталинград майданына қарасын деген. Енді көптеген майдангерлердің көзі тірісінде сұхбат алып, кездесіп, аудандық газеттерге мақала жазғанымда көп біздің жерлестеріміз айтып еді, біздерді әскерге алғанда военкомат арқылы облысқа апармай, тіке Сталинградқа, Дубовкаға апарды деп. Дубовка деген Сталинград қаласынан 50 шақырым жерде оқу жаттығу орталығы болған. Осы Сталинград майданында хабарсыз кеткен Жәнібектік Байташ Жаманбалин дегеннің хаттарында кезінде мен тауып ағайындарынан Сайқын ауылында тұратын Мергенбай Ерсайын деген ағамызға барып аудартқам, өйткені хат төте жазумен жазылған болғандықтан. Сол бір хаттардан да үзінді келтіріп жүрейін. Мәселен, Байтас атамыз жазған хатында баста тықыр, аяқта сықыр, құрсақта дым жоқ, жігітте мін жоқ деп 4 жолмен айтқан екен. Яғни әскерге барған адам шашын алдыртқан соң басы тықыр болады, аяққа герз етік жаңадан келгенде герзбе етік сығырлайды, құрсақта дым жоқ дегені ашпыз деген, осыған шыдап жүрміз деген ғой. Және Байтас атамыздың тағы бір хаты бар. Дубовкада жатырмыз 27 000 адам, беретін күнге тамағы 600 грамм қара нан, содан кейін бергені қара суға айналды, осы жерде келгенде жүйрек тілім байланды дейді. Жалпы мына Сталинград майданында 200 күн мен 200 түнге ұласқан шайқас, сол Сталинград шайқасында 225 фашисті өлтірген орыстың мергені Василий Зайцев Кеңес одағының батыр атағын алды. Ал өзіміздің Ақмола облысынан балалар үйінде тәрбиеленген қазақ жігіті Михаил Мәмеков 261 фашисті өлтірген екен, көзін жойған мерген. Ол Қызыл ту орденімен марапатталған. Сонымен қоса, осы Сталинград шайқасында 14-ші авиаполктың ұшқышы, санавиацияның ұшқышы Казиев Тасмұхан деген қазақ жігіті ұшағымен 858 рет әскери тапсырма орындаған екен. 858. Енді ордалық тағы бір жауынгер Нұрғалиев Садық туралы айтып өтпесек тағы болмайды. Сол Сталинград шайқасында 1943 жылы 13 қаңтар күні шайқас алаңында жараланған 28 жауынгерді қару жарағымен бірге шайқас алаңынан қауіпсіз жерге алып шығып, алғашқы медициналық көмек көрсеткен екен. Бұл да ерлік деуге болады. Енді қазақ жауынгерлерінің ерліктерін айтып таусалмасымыз анық. Қазақ халқы ол әуелден батыр халық. Уақытында жау келе жатыр,
жау шапты дегенде аталарымыз қанша деп санын сұрамай, қайда деп бағытын сұраған екен. Мәселен, Тайпақ ауданының әскерге алынған Мендіғалиев Қыдыр деген атамыз қоян қолтық шайқаста бір өзі 16 фашисті өлтірген екен. Сонымен қоса Қазталовкылық даңқты барлаушы, даңқ орденінің толық иегері, барлаушылар бөлімшесінің командирі Имашев Қайырғазы атамыз бір шайқаста 12 фашист өлтіріп, бір офицерді тұтқынға алған. Енді бұл бағытта айта берсек көп. Енді 1941 жылы Орал қаласына уақытша жау басып алған жерлерден эвакуациямен 14 өнеркәсіп көшіп келсе, соның ішінде 3 бірде әскери оқу орны келген екен. Ол Ленинград байланыс училищесі, Ворошилов авиамектебі және Одесса жаяу әскерлер училищесі. Енді осы Ресейдің архивтарын сайт арқылы парақтап жүріп, 1942 жылы 30 қараша күнгі Ленинград училищесінің құжаттарын кездестірдік. Сонда осы Орал қаласындағы училище ғой енді ол кезде. 1942 жылы 30 қараша күні училищенің басшысы училищеде оқып атқан 195 курсантты оқудан шығарған екен. Себебі орысша білмеулері және сабақты алып жүре алмаулары деген екен. Ол да әлі зерттеуді қажет етеді, өйткені ол 42 жылғы 30 қараша Сталинград майданының уақытымен дәлме-дәл келіп тұрғанын біз жасыра алмаймыз. Сонымен қоса Орал қаласында 10-нан астам госпиталь болса, сол госпитальдерде қайтыс болғандардың аты жөндерін анықтап тізімін жасадым. Мәселен, нөмір 3974 эвакуация госпиталь 1941 жылы 16 қыркүйектен 1944 жылғы 1 қараша аралығында Орал қаласында болған. Сол госпитальде түрлі аурулардан, жарақаттан 64 адам қайтыс болған екен. Және нөмір 1954 эвакуация госпитальде 1941 жылғы 1 желтоқсаннан 1943 жылғы 24 ақпан аралығында Орал қаласында 14 адам қайтыс болған. Нөмір 1806 эвакуация госпиталь 15 қарашадан 1942 жылғы 15 қаңтар 1943 жылға дейін Орал қаласында болған. Ол госпитальде 7 адам қайтыс болған. Міне жылдарын қарап отырсаңыздар, 42-43 бәрінде жылдары Сталинград майданының уақытымен дәлме-дәл келіп тұр. Сонымен қоса Жәнібек ауданында 1942 жылғы шілде 1943 жылғы наурыз айы аралығында нөмір 1584 эвакуация госпиталь жұмыс істеген. Осы эвакуация госпитальде қайтыс болған, қаза тапқан аурудан, жарақаттан 211 адам. Бұлар екі бөлек жерленген. Жәнібек ауданының орталығында 140 адам бөлек бауырластар зиратында және соңғы табылған деректермен ресейлік өлкетанушылардың көмегімен табылған 71 боздақ екінші бауырластар зиратында жерленген болып шықты. Енді сұрақ жауаптар болса, мүмкіндігімше бар білгенше жауап беріп отыруға тырысайын. Рахмет аға. Иә, тұшымды ойларыңызға, әңгімелеріңізге рахмет. Сіздің енді қолыңыз бос болмас, әсіресе осы аптада. Соған қарамастан біздің бір өтінішімізді тастамай келіп білім алушыларға осыншама көп ақпарат, мәлімет беріп жатсыз. Жалпы сіздің мына Жәнібек ауданы Ұлы Отан соғысы жылдарында деген тақырыпты жүйелі түрде зерттеп жүргеніңізді біз білеміз жақсы. Айтарыңыз көп бұл бойынша сіздің. Осы Жәнібек Орда ауданына соғыс жылдары гитлерлік авиация бірнеше рет бомба тастаған деп, 200-дің үстінде үйлер қиратқан деген пікірлерді келтіресіз. Осы туралы әңгімелеп айта аласыз ба аға? Бұл Сталинград шайқасы туралы Павел Романович Букаткиннің
западный казахстанцы суровые годы испытаний деген кітабы бар. Сосын Беланның казахстанцы битве на Волге деген кітабы бар. Досқалиевтің Қаһарман қала және Қазақстан деген кітабы бар, қазақ тілінде, және орысша кітабы бар, Сражаемся Сталинграду деген. Осы кітаптардың бәрін мен оқып шықтым кезінде. Сонымен қоса тағы бір айта кетерлігі, жаңа ағаш үйлердің бұзылуы Жәнібек станциясында ол рас. Өйткені осы Жалпақтал мемлекеттік архивінде 1942 жылы Сталинград майданында блиндаж жасау үшін Жәнібек станциясынан ағаш үйлердің бұзылғандығы жөнінде арнайы құжат таптық. Ол құжатта жаңағы аудандық атқару комитетінің шешімімен бұзылған үйдің иелеріне қаржылай көмек беру жөнінде жазылған. Сонымен қоса 42 жылғы құжаттардан архивтағы Жалпақталдың біздің кездестіргеніміз шабуылдаушы отряд, истребительный отрядтардан құрылғандығы жөнінде, жергілікті халықтан құрған. Ол енді 1942-1943 жылдары Жәнібек пен Орда жеріне жау диверсанттар көптеп түскен. 43 жылы 3 қазан күні де жау диверсанттары Жәнібек жеріне түскен екен. 43 жылы 3 қазан ол Сталинград шайқасы кетті ол кезде, былай қарасаңыз. Ол енді жаңа әуе бомбасын айтсақ, ресми деректерде Жәнібек аспанынан бір күнде 30-ға тарта жау ұшақтарының ұшқаны айтылады. 1942 жылы Жәнібекті де Орданда көп бомбалаған, Шайқын, Шоңғай станцияларын. Мысалы, ресми деректерге көз жүгіртсек, екі ауданға 538 бомба түскен айтылады. Бірақ 1942 жылы 11 қыркүйекте Қызыл армияның ұшқышы Дмитрий Васильевич Гудков Жәнібек аспанында таран жасап, өз ұшағы мен жаудың ұшағын түйіп құлатып, өзі парашютпен секіріп аман қалған екен. Енді ол жөнінде кезінде өлкетанушы ордалық журналист Қамзин Амантай деген ағамыз 70 жылдары Мәскеу қаласына арнайы барып, осы Дмитрий Васильевич Гудковпен кездескен. Енді ол кезде Гудков өзі генерал-майор шенінде кеңес одағының батыры екен. Ал 1982 жылы Жәнібек аудандық Октябрь туы газетіне осы Амантай Қамзин ағамыз Жәнібек аспандағы айқас деген көлемді мақала жазған. Сол мақалада Дмитрий Гудков өзінің естелігін айтады. Жаңағы Жәнібек ауданынан орталығынан 3 шақырым жерде самолеттен құлағанын, парашютпен түсіп аман қалғанын, кейін әскерилердің келіп оның алып кеткенін, госпиталға алып келіп жағдайын қарағанын, денсаулығын. Сол кезде ол неміс ұшағының ұшқыштарында құтылмағанын көзім жетті дейді. Өйткені госпиталда неміс фашист ұшқышының аяғына гипс салып жатырды дейді. 1942 жылы 18 қыркүйекте Сергей Танов Қызыл армияның ұшқышы таран жасап, ол парашютпен секірген кезде ұшаққа оратылып қаза тапқан. Елтон Жәнібектің аспандағы айқас, бірақ ұшақ көршілес Елтон селосының іргесіндегі Елтон көлінің жағасына құлаған. Оны сол кездегі үкімет билік Паласовка ауданының орталығына жерлеген. Енді жау диверсанттары жөнінде көп жазды. Мысалы, кезінде белгілі өңір елімізге танымал журналист Жанболат Аупбаев ағамыз Майданның бергі бетінде деген мақала жазған. Және даладағы диверсанттар деген мақаласы өткен жылы осы облыстық Орал өңірі газетіне шықты Жанболат Аупбаев ағамыздың. Сосын Жанболат Аупбаев ағамыз 2001 жылы Егемен Қазақстан газетіне көлемді мақала жазды. 1942 жылы қазақ даласы құмға құлаған өңкеріс деп. Енді ол былай қарап тұрсақ, соғыстың оты тек қана Жәнібек пен Орданы қамтыды, өтірік айтқан болмайық. Мәселен, 1943 жылы ақпан айында Тайпақ, сол кездегі Тайпақ ауданының Есенсай ауылының іргесіне 7 шақырым жерге Қызыл армияның Дуглас ұшағы құлаған. Дуглас енді американдықтардың ұшағы, бірақ Қызыл армияның ұшқыштары пайдаланған ғой. Виноградов, Спиридонов деген 2 ұшқыш қаза тапқан, қалған экипаждың аты жөндері белгісіз. Жалпы мына деректерге қарасақ, біздің Оралдың іргесінде де ұшақтар көп құлаған. Бәйтерек ауданының Макаров, Чеботарев ауылдары,
Теректі ауданының Патшөпін ауылдарының іргелеріне 43 жылдары ұшақ құлағаны түрлі басылымдарда жазылып жүр. Рахмет аға. Құрметті тыңдарман, сұрақтарыңыз болса Ахмедияр ағаға қойып отыруларыңызға болады. Аға жана Сталинград майданы, мына осы Жәнібек ауданы туралы айтып өттіңіз. Мына әсіресе мына парашютші Гудковтың ерлігі туралы айттыңыз, иә? Ұшқыш, Ұшқыш. Сонымен бірге мына бір деректерде сіз айтып жатасыз, мына Саратов пенен Сталинградты жалғайтын темір жолға жау бомба тастап байланысты үзген кезде біздің темір жолшылар керосин шамдарын әрірек қойып, бір 60-70 метр жерге әрірек қойған деген бір қызықты деректер келтіріп жатасыз. Соны айтып жібересіз бе? Осы туралы тереңірек. Ол енді Ленинград қаласында Ладога өзені өмір жолы болып есептелсе, Сталинград майданында жаңағы Рязань темір жолының жүйесі, соның ішінде мына Жәнібек станциясы, Сайқын Шоңғай станциялары Сталинградқа тылдан бара жатқан жаңа қару-жарақ, азық-түлік, адам күші әскерилерді бомбалауы, яғни Сталинградқа тылдан көмек жеткізбеу үшін неміс армиясы, фашист армиясының әрекеті болатын. Және олар Сталинградқа бар күш техникасын жұмсады. Неге? Егер олар Сталинград қаласын алса, Еділден өтіп, яғни Қазақстан, Орта Азияға жол ашады, және Кавказдың мұнайына қол жеткіземіз деген. Алай енді кейбір деректерде жазылады, алғашқыда листовка үнпарақтар фашист сақтарынан Жәнібек жеріне түскенде, олар қазақ жерін Кавказбен шатыстырған екен. Әзербайжан тілінде тысталған. Енді сол кездегі қатаң тәртіп солай болған, жау ұшақтарынан түсірілген үнпарақтар, листовкаларды оқуға өте тыйым салған. Бір үлкен әжеміздің айтуы бойынша, ауылдық советте қызмет етіп жүрген колхозда бригадир, үлкен кісі, өзі оқу білмейтін адам, сол бір листовканы қалтасына жерден алып, қалтасына салып, біреу көріп, одан біреулер арызданып, сол атамыз сол үшін сотталып кеткен екен. Жалпы мына кейбір құжаттардан кездестірдім. Соғыс жылдарында осы Жәнібек ауданының Күйгенкөл ауылдық кеңесіне қарасты Ворошилов колхозының тұрғындары, соның ішінде әйел адамдар көп сотталған екен. Бірақ не үшін сотталғаны шаруашылық кітаптарда жазылмаған. Енді жаңа жау диверсанттары айтар болсақ, Жәнібек ауданының Қамысты ауылының іргесіне жау диверсанттары түсірілген, алайда олар НКВД-ның қырағы қызметкерлерінің арқасында қолға түскен. Рахмет аға. Көп рахмет ақпараттарыңызға. Иә, құрметті студенттер, оқытушылар, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Ахмедияр ағаның қолы күнде босай бермейді. Көптеген тың деректер, әсіресе болашақ зерттеушілерге керемет зерттеу тақырыптарын айтып жатсыз аға жаңағы. Әсіресе мынау тұтқындалған, сотталған әйел жандар туралы көп мәліметтерді қарауға болатын болып тұр мұрағат құжаттарынан, себебі бұл мәселелер әлі күнге. Самат Бақытжанович, аға естіліп тұр, иә, тарих ғылымдарының кандидаты, профессор, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері Самат Бақытжанұлы Құрманалин. Ағай, сұрағыңызды, иә. Ахмедияр Қуанұлы, бүгінгі баяндауларыңызға көп рахмет, мазмұнды өте. Менің енді сұрақтар көп қой, жалпы Ұлы Отан соғысының ақтаңдақтары жыл сайын айтылып жатыр, шығып жатыр. Өзіңіз секілді дербес зерттеушілер бар, білікті. Мына Ржев түбіндегі шайқастағы қазақ жауынгерлерінің текке қырылғандығы туралы, сондай-ақ Сталинград шайқасындағы қазақ сарбаздарының шығыны, соңғы кезде солар айтылып жүр. Осыны бір саясатпенен байланысты болды ма сол кезеңде? Осы жағын бір
осы жағына байланысты өзіңіздің көзқарастарыңыз болса. Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, мына сіз ағарту публицистикалық неде салада жақсы еңбек етіп жүрсіз. Осы ізденістеріңізді сіздің көп жылғы табанды кәдімгідей тыңғылықты ізденістеріңізді ғылыми шығармашылықпен ұштастыруға бола ма? Ондай жоспарларыңыз бар ма? Магистратураға түсіп, мысалға, сізде материал көп, тың материалдар деген, осындай жоспарларыңыз болса, бөлісе отырсаңыз. Рахмет. Рахмет. Самат Бақытжанұлы. Енді бірінші сұрағыңыз бойынша бағана мен былай енді біршама айтып өттім. Мысалы, Боздақтар кітабында бірінші томында 1995 жылы шыққан Орал қаласынан 23-ші бетінде Отан соғыс жылдарында біздің облыс бойынша соғыста тұтқында қайтыс болған 157 адамды дерек келтірген. Мен кезінде бойынша 800-ден астам адамды анықтап, олардың аты-жөндерін құжатын аударып отыр. Айырмашылық бар. Жалпы Орда бойынша 666 адамның Боздақтар кітапқа енген азаттық мақаласы кеткен. Бұндағылар бөлек. Жәнібек ауданынан 464 адамды айттым. Боздақтарға енген. Сонда 2 ауданнан асып кетеді. Бұл жаңа сіз айтқандай сол соғыстағы адам шығынының аз өзгерту саясатына әкеліп тірейді. Нақты дәлеліміз бар. Өйткені Боздақтар кітабында жоқ. Және сол Боздақтар кітабынан мысалы қарап отырып, хабар сетті қаза тапып кеткендердің тірі елге аман қалғандар шығып отыр. Ол күні кеше Приуралье газетінде менің мақалам шықты сәуір айында. Мысалы, Марий Григорий Дмитриевич ұшқыш тұтқынға түседі, хабар сетті дейді, ал кейін тұтқыннан босатылады. Ол елге оралмаған, соғыстан кейін Киев қаласында тұрған 1985 жылы Отан соғысы орденімен марапатталды. Тужин деген бар, Тарас Николай деген бар, біздің осы Приуралье ауданынан ұшқыш, ол да тұтқынға түскен, тұтқыннан босатылған, ал Боздақтар кітабында хабарсыз кетті деп тұр. Сосын 1942 жылы, 43 жылдары біздің облыс бойынша әскерге алу көп болған аудандарда, Орда, Жәнібек аудандарда саралап қарасақ, 41 мен 43, 44-тен гөрі 1941 мен 44, 1945 жылдарға қарағанда 1942 мен 43 жылдары әскерге көп алынған. Қарапайым нақты дерегімді мен сізге от кешкен ордалықтар кітабында айттым. Орда аудандық әскери комиссариатынан 1942 жылы сәуір айында 7 рет, мамыр айында 8 рет әскерге шақыртылған екен. Бір айда. Есептей беріңіздер енді. Сосын екінші сұрақ қандай еді жаңа? Магистра, ол магистрлікке тапсыру жөнінде, оқу жөнінде ол ұсыныстар көп түсіп жатыр маған. Ресейлік әріптестерімізде ұсыныс түсіріп жатыр, бірақ шыны керек, мен ағылшын тілін білмеймін. Осы жағынан қиналып жүрмін. Біз мектепте кезінде француз тілін оқыдық, ол да жарамай қалды. Мына неміс тіліндегі құжаттарды, соғыс жылындағы картотекаларды маған қазір шыны керек Жәнібектен, Ақтау қаласынан, Жәнібек ауданынан таныс тамырларым аударып беріп көмектесіп жүр. Енді осы күні кеше Орал қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушылармен осылай зон бағдарламасы бойынша кездесу болды. Сол кезде мектеп әкімшілігі, мектеп директоры менің де осы ізденісіме қолдау білдіретіндерін айтып, өздерінде жаңа мамандардың барын айтты, яғни неміс тілінен құжаттарды орыс тіліне, қазақ тіліне аударуға қолдау білдіретіндерін айтты. Ол енді мен үшін үлкен жемісті күн деп айтам. Сосын жаңағы енді Жәнібекте тағы да Орданы айттық қой, соғыстың майданның жақын тылы деп жүріппіздер. Ал жақын тылы болса, Жәнібекте қаза тапқан соғыс жылдары жауынгер лейтенанттың, менде құжатының көшірмесі бар, лейтенант Абдиев Александр Иванович, 97-ші атқыштар бригадасының жауынгері. Мына бүйтіп жазылып тұр құжатта. Погиб на станции Жәнібек 15 октября 42 года дейді. Мінекей.
құжатты былай көтерейін, көрсетейін. Ал погиб деп тұр, қаза тапты деген сөз ғой. Умер десе екен, умер по болезнью десе екен. Бұл жерде погиб деп тұр. Яғни бұл жау ұшағының бомбалау кезінде қаза табуы мүмкін. Жалпы тек қана әскерилер емес, 200-ден астам бейбіт тұрғындардың да қайтыс болғаны сол Жәнібекте жау ұшағының бомбалау кезінде айтылады, жазылған. Балалардың, мысалы, жау ұшағы бомбалап атқан кезде байланыс конторының қызметкерлері бағана бастарында сым жалғап атқан. Олдай ерлік, бірақ олардың ерліктері әлі күнге ұмытылып келеді. Рахмет. Рахмет. Ахмедияр аға. Тағы да сұрақтарыңыз болса, құрметті студенттер, оқытушылар, магистранттар, ағадан сұрақтарыңызды қоюға болады. Мына аға біздің белгілі... Кім екен? Студенттер, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар... Алло, естіле ме екен? Естіледі? Қоя беріңіз. Сұрақ қойын деп едім. Жақсы қойыңыз. Ахмедияр Қуанбаев. Мен деген мына Сырма ауданы Жырағалы орта мектебінен сіздің дәрісіңізді тыңдадым. Өте құнды деректер, өте жақсы деректер. Енді бір сізге бір қалай дейді, бұйымтай дей ма, сондай аттан сұрақ қояйын деп едім. Қарсы болмасаңыз. Мен де өзімде тарихшымын. Енді осыны көптен қарап кетіп жүремін. Сосын мен бір әкемнің аманаты бар еді. Кезінде әкесі соғысқа кеткен, Ізмағамбетов Сұпағали деген. Сол кісі хабарсыз кеткен. Мен бірталай жерлерге жазып та түгерім, бірақ сол кісінің мәліметін таба алмадым. Енді қайтармен алдында кімнің айтқан, соны бір тапсаңдар, артына барсаңдар деген. Соға сізге аманаттайын деп едім, бұндай дерек таба аласыз ба? Ізмағамбетов Сұпағали деген қай жылы 42-ші жылы кетті, 41-ші жылы кетті, әкемнің өлісі дұрыс білмейді. Хабаршыған көмек тиге аласыз ба? Сіз мына қазір эфирдан кейін чатта барсыз ғой. Сол чатқа нақты мәліметтерді ағайға, Ахмедияр аға жазып жіберіңіз. Біздің Ахмедияр аға соғыста қаза тапқан батырлар туралы, хабарсыз кеткен батырлар туралы көптеген мәліметтерді жинап жүр. Өзі атақты Подольск архивында ұзақ уақыт жұмыстанған. Сондықтан Ахмедияр ағаның бұл туралы айтатыны көп. Сондықтан осындай жаңағыдай бұйымтайларыңыз сияқты басқа да әсіресе жекелеген аталарға қатысты деректер білгіңіз келсе, ағаның өзімен сөйлесулеріңізге де болады. Нақты аты жөні туралы чатқа жазыңыз. Сол іздеп қарап атым деген сосын нетіп жатқаным ғой. Онда сіздің телефоныңызды жазып жіберсеңіз, әлде осы чатқа жаза қояйын ба? 837 176 87 77. Естімейтін чатқа жазасыз ба? Эфирдан кейін жаза қойыңыз, сонда береміз. Дұрыс емес па солай аға? Медер аға? Мына Орал қаласынан өлкетаныш Айболат Шамұратұлы, мен және Тасқала ауданы Мерей ауылынан мұғалім, Кеңес одағының батыры Мәншөк Мәметов атындағы іздеу тобының командирі Сергей Владимирович Лапшин деген бауырымыз үшеуміз бүкіл ресейлік іздеу қозғалысының мүшесіміз. Орысша айтсақ, Всероссийский поисковый движение судьба солдаты. Бұл топта бізде WhatsApp арқылы желіспен сөйлесіп отырамыз. 200-ден астам адам бармыз. Яғни Украина, Белоруссия, Балтық жағалауы, Кавказ, Өзбекстан, Қырғызстан және Ресейдің көптеген қалалары Москва, Волгоград, Санкт-Петербург, Томск, тағы да басқа қалаларынан поисковиктер бар. Оның ішінде бұл соғыс оты шарпыған жерлер, соғыс болған жерлерді бар қазатын, уақытты памятиға баратын поисковиктер және біз сияқты жаңа архив арқылы жұмыстанатындар. Біздер Ресей қорғаныс министрлігінің орталық архивіне жаңа айттым ғой, ОБД, память народы сайттары арқылы кіріп іздейміз. Сонымен қоса ерлік, жаңа аталарымыздың ерліктері ол подвиг народы сайтында жазылды.
Жақсы, осыған байланысты сізге қойып жатқаным ғой. жоқ, келісеміз. Нөмірін айтып жібересіз бе қайтадан? 837 837 176 87 80. Жақсы, рахмет көп. Рахмет, сұрақтарыңызға рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса қоюға болады ағаға. Енді біраз әңгіме айттық, Ахмедияр аға. Әсіресе мына Сталинград майданы туралы жақсы біраз ақпарат бердіңіз, айттыңыз. Енді мына батыр қыздар туралы біздің Бақтыл апай көп жазды, зерттеді, монографиялық еңбектер шықты. Осы бойынша сіздің айтарыңыз бар ма, қосатын аға? Мына батыр қыздар бойынша біздің өлкедегі тағы да тың деректер бар ма? Батыр қыздар туралы, батыр дегенде арнайы содан батыр атағын алмаса да, қолына қару ұстап, от кешкен аруларды біз батыр дейміз. Енді олардың бәрі де батырға тұрарлық. Өйткені қан майданда ер азаматтармен бірге қар жамылып, мұз жастанып, тоғықтан қан кешкен біздің апаларымыздың ерлігін біз ұмытпауымыз керек. Олардың ерлігін насихаттауымыз керек. Енді біздің облыс бойынша мен қазіргі таңда 61 әйел адамды анықтап отырмын, соғысқа қатысқан, және солардың 29-ы майданнан оралмаған, соғыста қаза тапқан, хабарсыз кеткен. Оның ішінде біреуі тұтқында қайтқан, біреуі өзіне өзі қол жұмсаған екен. Және көбінің әскери шендері бар, аға лейтенант, медицина қызметінің аға лейтенанты, медицина қызметінің лейтенанты. Олардың енді бәрінің аты жөнін қазір айта алмаймын, бірақ Жаңғал ауданынан бар, Бөрлі ауданынан бар, Теректі ауданынан бар, Жымпит ауданынан бар, Жәнібек ауданынан бар, Орда ауданынан бар, Орал қаласынан. Облыстық архивтағы құжаттарды қарап отырсақ, 1964 жылы сәуір айында облыс исполкомнан Жымпит аудандық атқару комитетіне хат барған екен. Майданға қатысқан қыздар жөнінде мәлімет сұрап. Сонда сол кездегі Жымпит аудандық атқару комитетінің хатшысы ма, фамилиясы Батырханов, қателеспесем, Батырханов, есімі Ш-дан келеді, арқылай толық жазылмаған. Отан соғысына қатысқан жымпитлік қыздар жоқ деп жауап жазған екен. Ал Жымпит ауданынан қазіргі таңда 4-5 әйел адам шығып отыр, соғысқа қатысқан. Рахмет аға, көп. Тағы да құрметті студенттер, оқытушылар, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Және аға сізге мұнда жазбалар бар екен, пікірлер жазған екен. Міне Есенгелді Оспанов сізге жазады. Көп рахмет аға, көптеген жаңа тың деректерді естідік дейді. Қуанова Мәдина жазған сізге. Ахмедияр Қуанұлы, сізге алғысымыз шексіз. Тарихи мәліметтермен бөліскеніңізге рахмет, жұмысыңыз жемісті болсын дейді. Есқалиева Гүлмира деген магистрантымыз жазады. Ахмедияр Қуанұлымен тығыз байланыстамыз, сізге шығармашылық табыс тілейміз дейді. Осындай тілектерін арнап жатыр тыңдармандарыңыз. Рахмет аға. Тағы да сұрақтарыңыз болса, балдар, құрметті білім алушылар. Рахмет көп аға сізге. Көп ақпарат айттыңыз. Мына жалпы отан соғысын ұмытуға болмайды. Екінші дүниежүзілік соғыста қазақтың ұрыс даласында қаны, тылда тері аз төгілген жоқ. Кеңес одағы кезінде көп ерлеріміз лайықты бағасын ала алған жоқ, оны жаңа өзіңіз айтып өттіңіз. Міне тәуелсіздік жағдайында біздер енді осыны түгендеп жатырмыз. Сіздің мына бүгінгі тұшымды ойларыңызға, тартымды әңгімеңізге, деректі ақпараттарыңызға рахмет айтамыз. Міне біздің ұсынысымызды жерге тастамай келіп пікірлескеніңізге рахмет айтамыз. Көп рахмет аға, жазарыңыз көбейе берсін, ғылымыңыз көбейе берсін. Рахмет. Рахмет сіздерге. Рахмет сіздерге шақырғандарыңыз. Құрметті студенттер, құрметті оқытушылар, құрметті тыңдарман, барлығыңызға алғыс білдіреміз. Уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі біздің онлайн кездесуімізге қатысқандарыңызға алғыс айтамыз.
келесі кездескенше, жақсы күндерде көріскенше дейміз. Аумин. Сау болыңыздар. Рахмет аға. Мен бұда жүресіз. Отырыңыз, Былай, жүреміз. Отырыңыз, осылай жүреміз. Не көп қалыпты уже. 22-нде шығатын боламын. Мен қараймын, кардиологта если долго отырып қалсам, шығатын болармын. Келмейтін бар.